Жайдарман топ жоғары лига ойындарының жекпе-жек сайыстарының бүгін 3-ші күні. Бүгінгі залдың көрермендері мүлдем өзгеше. Олай болса, олар кімге жанкүйер, көңіл-күйлер қалай? Бізбен бірге болып біліңіздер. Кеттік. Жігіттер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бүгінгі ойынға келіп қалыпсыздар, кімге жанкүйер болып келдіңіздер? Абибасқа. Астана. Неге Абибас? Абибас лучше ғой. Астанадан өзіміз Жалпы астанамыз. қазіргі формат туралы не айта аласыздар? Формат өте күшті. Өте күшті. Ерекше. Не либо сен. Жарайды ол. Дәстүрлі формат әлде жекпе-жек форматы? Жекпе-жек. Осы маусым фавориттері? Ой, айтаман. Айту қиын. Бәрі мықты. Прям бәрі мықты. Біреуі деп Жақсы, айтаман. бүгін Абибас пен қыздар еместің эл классикасы деп айтуға болады, иә? Бүгінгі ойында. Жалпы қандай есеп болады деп ойлайсыздар? 3-2. 3-1. 3-1. 3-2. 4 адам отырса қалай ол 3-2 болады? 3-1. 3-1 Абибас алда болады деп ойлаймын. Жақсы, көрейік енді. Өзіміз де күтеміз ол ұпайды. Рахмет, сау болыңыз. Қыздар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Бүгінгі ойынның есептерін айтып жүрші, тез. Ең бірінші медиуммен Батырқала ойнайды. 3-1 есебімен медиум жеңеді деп ойлаймын. Батырқалаға сәттілік. Дежавю және де Эверест 2-2 есебімен теңде түседі деп ойлаймын. Қыздар емес пен Абибас 3-1 немесе 4-0. Абибас жеңеді. Абибас жеңеді. А қыздар емес жеңсеше? Ол да жақсы бір. Абибасқа сәттілік тілейміз. Астаналық команда болған. Сонда сіздер кімнің жанкүйері болып тұрсыздар, қыздар? Абибас. Неге Абибас? Абибастағы Сапаров Наурыз. Абибас Наурыздың қыздары екен ғой. Негізі риза мүше халық маған кәдімгідей таниды екен. Аты жөндеріңіз? Танысайық. Темірлан. Бекзат. Ильяс. Алтынай, қай жақтан боласыздар? Семей. Алакөл. Алакөл. Өскемен. Бүгінгі жекпе-жек ойындарына келдіңіздер, кімге жанкүйерсіздер? Қыздар емес. Қыздар емес Семейге. Жұбы қыздар емес Семейге бар. Командалар Абибаспен ойнауға қорқады екен. Бізде 40 жыл полигон болған Семейден үйресін бізге вообще қызмет. Бүгін қыздар емес пен Абибастың эл классикасы деп айтуға болады. Өте мықты командалар. Жалпы есеп ұпай қандай болады деп ойлайсыздар? 2-2. 3-1. Соңғы Барса мен Реал матч сияқты болады ғой. 0-4. Олай болса, арманы биік, мақсат айқын, болашаққа деген нық қадамен қыздар емес, кеттік. Жайдарманды 2007 жылдан бастап көріп жүрген көрерменіңіз бар екен. Айбек, мен 2007-де, мен 8 жастамын. Сіз нешедесіз сонда? Мен ол кезде 6-тамын. 6 жастан ба? Есіңізде бар ма? Иә, есесінде. Мәссаған. Біз DVD дисктен әпкем екеуміз көретін едік. Кейін ұлттық арнаға келгеннен соң ұлттық арнадан бастап көре бастадық. 2011 жылғы бастан прям әр ойынды толықтай көремін. Онда мынандай сұрақ қояйын. Дәстүрлі формат әлде жекпе-жек формат? Қазіргі заман талабына сай жекпе-жек формат өте күшті идея болып табылады. Дәстүрлі форматтың әрине ол бұрыннан келе жатқаннан кейін халыққа өтімді, үй тапсырмасы бар, жан бату бар. Бірақ та заман талабына ой жекпе-жек форматы керемет шығарылған. Жайдарман тарихында топ үш команда. Сіз үшін? Мен үшін ешқандай хейті жоқ деп ойлайтын команда Сырдария, Байдың балалары және көз тимесін. Бұл енді жеке ойын. Сұрақтар қоя. Аты жөніңіз? Әбдісаттар. Қай жақтансыз? Сарыағаш, Шымкент. Мен нәрсе естіп жатырмын, Жайдарманды қалдырмай көреді дейді. Сіз үшін Жайдарман тарихында топ үш команда. Топ үш команда Байдың балдары, Сарыарқа, Назар аудар. Сарыарқа. Қай жақтың Сарыарқасы? Сарыарқа, Астананың Сарыарқасы. Астананың Сарыарқасы. Астананың Сарыарқасына жалынды сәлем. Жалпы осы жекпе-жек форматын көріп жатсыз. Дәстүрлі формат әлде жекпе-жек? Жекпе-жек. Несімен ұнап жатыр? Жайдарманшылардың потенциалы өскен. Уже батыл болғаннан кейін бір командаға дайындалып, ой өресі де өскен, әзілдеудің деңгейі де өскен. Осы маусым фавориттер? Осы маусымның фавориті мен үшін енді Рудный шығар, халықтың чемпионы. Соңғы ойындарын көрдіңіз ба? Сәл бәсеңдеп қалды, енді алдағы уақытта көтеріледі деген ойдамыз. Енді бір жыл демалыстан кейін келіп жатыр олар. Рахмет, сау болыңыз. Бүгінгі біздің ойынға Жайбатыл жобасының продюсері келіп қалыпты. Көңіл күйіңіз қалай? Жалпы Жайдарман ойындары жекпе-жек форматы туралы не айта аласыз? Көңіл күйім жақсы, рахмет. Саламатсыз ба, құрметті Жайдарманды сүйетін қауым. Негізінде маусым, әдемі маусым ғой ол. Ойындар өте әдемі өтіп жатыр да. Көп талантты көріп жүрмін. Келесі Жайбатылға да таңдап жүрмін командаларды.
Осы жылдың фавориттері кімдер? Мен білем, Жоқ, сіздің менің сүйікті ойымша- командаларыңыз менің бар, сүйікті команда историядан бар, иә, көрдім. сториста бар, ол Алатау SU командасы. Шанстары өте мықты. Тағы да кімдер? Бәрекелді кірпі. Беконың ойыны өте ойнап жатыр да. Ол да тағы да бір фаворит. Енді Абибастың жігіттері ол, бүгін ойнайды, Иә, бүгін ойнайды. Қыздар емес, Абибас Эль Классика болады бүгін. Иә, Жасыратын жоқ, екі мықты команда. Есеп қандай болады деп ойлайсыз? Менің ойымша Абибас жеңетін шығар. Қандай есеп? 2-0, 4-0. Жоқ, 4-0. 4-0. Масқара олайын деп тұр, бүгінгі ойын мен айта алмаймын. Рахмет сізге, ас болсын. Әдем маусымығы қыздар сұрақ қойыш сіздерге. Қазақстан бойынша топ 3 сымбатты жігіт. Ойбай, менің өлшеммен ба? Иә, Бәрімізден сұрай ма? маған айтып жатыр оқырмандар, неге қарамайсың ана балаға, неге бір сөзін алмадың, иә деп неге айтпайсың деп жатыр да. Соларға бір жауап беріңізші, өтініш. Несіне қарайсыз? Сол біріншіден айтып жатыр. TikTokта қойылып жатыр да, сол сұрақ сіздің видеоларыңыз астына. Біріншіліктерін айтсыңдар дейді. Себебі біз шумныймыз деп. Иә. И чтобы осылай оградить басқа балалардан, чтобы не мешать, осылай бөлек шығып кеттік.